Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану атты 4-ші базалық модульдің құрамындағы құқық негіздері пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының негіздері. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының нормалары, әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жаза ұғымдары туралы түсінік беру, қоғамда тәртіп сақтау негізінде әкімшілік құқықтың алатын орнын сипаттау. Бүгінгі тақырыбымызды біз келесі жоспар бойынша меңгереміз. Әкімшілік құқық түсінігі, әкімшілік құқықтық қатынастар, әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жаза. Қазақстан Республикасының құқық жүйесіндегі әкімшілік құқықтың рөлі ерекше болып табылады. Аталған сала мемлекеттік басқару мәселелерімен тікелей байланысты. Әкімшілік құқық мемлекеттік басқару мен мемлекеттік әкімшілік қызметін, мемлекеттік басқару саласы мен қоғамдық тәртіп саласын реттеп отырады. Сондай-ақ азаматтарды және мемлекеттік емес ұйымдарды, мемлекеттік органдардың заңсыз әрекеттерінен қорғайды. Әкімшілік құқық атқарушы биліктің қызметімен және ұйымдастыру мәселелерімен де тығыз байланысты. Әкімшілік құқықтың пәні бұл мемлекеттік басқару аясында туындайтын қоғамдық қатынастар. Әкімшілік құқықтың негізгі қайнар көзі Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексі болып табылады. Осы кодекске сәйкес әкімшілік құқықтық қатынастар бұл мемлекеттік басқару аясында қалыптасатын және әкімшілік құқық нормалары арқылы реттеліп отыратын қоғамдық қатынастарды айтады екенбіз. Бұл қатынастарға қатысушыларға белгілі бір құқықтар мен міндеттер беріледі және олар құқықтық қатынастардың субъектілері болып табылады. Атқарушы билік органдары, мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық бірлестіктер, кәсіпорындар, мекемелер мен азаматтар әкімшілік құқықтық қатынастардың субъектілері болып табылады. Қатысушылардың құқықтары мен міндеттерінің ара қатынасына қарай әкімшілік құқықтық қатынастар екі түрге бөлінеді: тік және көлбеу қатынастар болып. Егер құқықтық қатынастар субъектілерінің біреуі ұйымдық жағынан екіншісіне бағынышты болса, онда олардың арасында тік қатынастар туындайды. Мысалы, облыстың әкімі мен аудан әкімінің арасындағы қатынастар. Көлбеу құқықтық қатынастарға қатысушылар ұйымдық жағынан бір-біріне бағынышты болмайды. Мысалы, атқару билігі органы мен азаматтың арасында туындаған әкімшілік құқықтық қатынастарды мысалға келтіруге болады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 25-ші бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық деп жеке тұлғаның құқыққа қарсы кінәлі, қасақана немесе абайсызда жасаған әрекеті не әрекетсіздігі, немесе заңды тұлғаның құқыққа қарсы әрекеті не әрекетсіздігі әкімшілік құқық бұзушылық деп танылады. Демек, әкімшілік құқық бұзушылықты жеке тұлға тарапынан жасалуы мүмкін, сондай-ақ заңды тұлға тарапынан да жасалуы мүмкін екен. Әкімшілік құқық бұзушылықтың мынадай белгілері бар: қоғамдық қауіптілік, құқыққа қайшылық, кінәлілік және іс-қимылдың жауаптылығы. Осы белгілер тән болған іс-әрекет немесе әрекетсіздікті әкімшілік құқық бұзушылық деп тануға болады екен. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза тағайындау мақсатында әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамын анықтау қажет. Оған әкімшілік құқық бұзушылықтың объектісі, субъектісі, объективтік жағы және субъективтік жағы жатады. Мұндағы әкімшілік құқық бұзушылықтың объектісі дегеніміз, құқық бұзушылық неге бағытталса, соны айтамыз. Әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі деп құқық бұзушылықты жасап отырған жеке тұлға немесе заңды тұлғаны айтады екенбіз. Әкімшілік құқық бұзушылықтың объективтік жағы бұл оның сыртқы көрінісінің актісі ретінде сипаттайтын әкімшілік құқық нормаларымен қаралған белгілердің жиынтығы. Бұл белгілердің ішіндегі ең маңыздысы әрекеттің өзін сипаттайтын белгі болып табылады. Оның түрлері әрекет не әрекетсіздік болуы мүмкін. Әрекет ол басты белгі.
объективтік жақтың басқа ерекшеліктерімен толықтырылуы мүмкін. Мысалы, құқық бұзушылықтың жасалу уақыты, орны, тәсілі деген сияқты. Әкімшілік құқық бұзушылықтың субъективтік жағы субъектінің құқық бұзушылық әрекетіне немесе әрекетсіздігіне және оның салдарына психикалық көзқарасы. Оның түйіні кінә болып табылады. Ол маскүнемдік немесе абайсыздық нысанында көрініс табады. Әкімшілік құқық бұзушылықтың заңдық құрамы толық анықталғаннан кейін ғана құқық бұзушыны әкімшілік жазаға тартуға болады екен. Әкімшілік жаза дегеніміз әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Оның мәні осындай құқық бұзушылық жасаған адамның құқықтары мен бостандықтарынан айыруда, немесе оларды шектеуде, әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтірумен құқық бұзушылықты жасаған адамды заңдардың талаптарын сақтау және құқық тәртібін құрметтеу рухында тәрбиелеу, сондай-ақ жаңа құқық бұзушылық жасауының алдын алу мақсатында қолданылады. Әкімшілік жаза әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамға тән азабын тарттыруды немесе оның адамгершілік қадір-қасиетін қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның іскерлік беделіне зиян тигізуді мақсат тұтпайды. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін қолданылатын жазаларға тоқталайық. Ол ескерту, әкімшілік айыппұл салу, әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы немесе тікелей оның объектісі болған затты алып қою, әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы немесе оның тікелей объектілері болған заттарды тәркілеу, жеке тұлғаға берілген арнаулы құқықтан айыру, мысалы көлік құралдарын жүргізу, аң аулау, балық аулау құқығынан айыру деген мысалдарды келтіруімізге болады. Өз бетімен салып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау, шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен кетіру, лицензиясынан, арнайы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан айыру және әкімшілік қамауға алу. Бұл әкімшілік жазаны қолданудың ерекшеліктері Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінде келтірілген. Бүгінгі тақырыпты меңгеру деңгейлеріңізді тексеру мақсатында келесі тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырмамыз кестені толтырасыздар, екінші тапсырмамыз тест сұрақтарымен жұмыс жасайсыздар. Бұл тапсырманы орындау үшін Оспановтың құқық негіздері атты кітабына жүгінесіздер және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексін негізге ала отырып орындайсыздар. Орындалған тапсырманы Платонус платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.